су жүрек қоян ертегісі. Бір күні қоян ұзап серуендемек болады. Бірақ ол 3 қадам жасамай-ақ бұтаның арасынан бір сыбдырды естиді. Осы мені түлкі шығараңдып жүрген деп, қоян қорқып зыта жөнеледі. Жүгіріп демалайын деп томаршаға отырған сол еді, тағы да бұтаның арасына сыбдырлаған дауыс шықты. Қасқыр емес пе екен мені аңдып жүрген деп үрейі қашып, қоян тағы қаша жөнелді. Ол жүгіріп демалайын деп сәл дамылдайды. Неліктен мен сондай бақытсызбын? Мен не үшін қорықпайды? Мен болсам бәрінен қорқамын. Сорлы басым-ай, одан да бұл қайғыдан суға батып өлгенім артық қой, дейді ол қамығып. Сөйтіп ол өзенге жүгіріп келсе, жағада бақа отыр екен. Сырғоянды көре сала бақа есі шығып бақылдап суға секіріп кетеді. Мұны көрген қоян тоқтай қалып таңдана өз-өзіне: мен осы несіне суға батам? Менен де қорқатындар бар екен ғой, деп райынан қайтты. Осымен ертегі аяқталды. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұрболат қызы Ақерке.